ақпарат алмасқан кезімізде біздің қазақ азаматтары, диаспоралары Қытайдан көшіп келетіндей болса, Қытайлардан рұқсат сұрайды екен, мынаған біз азаматтық берейік пе, жоқ бермейік пе деп. Қытай берме десе бермейді екен Қазақстан азаматтықты, Қытай бер десе береді екен. Яғни ол деген сөз Қытайдың ұлттық қауіпсіздік комитетіне қызмет жасайды. Яғни бізге кеп тыңшы болады деген сөз. Ішімізде жүріп, біздің жаңағы ағымызды, қарамызды. Қытайдан келген мінекей азаматтар қазір мына Аягөздегі гостиницалардың бәрін алып алды. Мына жерде міне хан тұр, жаңа барсам ханның алдында печать, кісі қабылданмаймыз, жабық тұр. Сол сияқты ана жерде вокзалдың... Жақсы тұрыңыз, сен болдыңыз. Сен де бізде сөйлейікші, сіздің алдыңғы сұрағыңызды ұмытып қалдық. Жақсы. Мына жалпы Аягөзді көтеру керек дейсіз, өздеріңіз инвестицияға қарсысыз. Қытай дегеннен қашпау керек, тұра тұрыңыз, сөз бөлмеңіз. Қытай деген ол өзіңіз білесіз, бүкіл әлем Қытайдың инвестициясына зәру, соған таласып жатыр. Көріш тұрған Қытайдан тасымағанда біз енді Италиядан тасимыз бақшаны. Сол себепті бұл Қытайлар келіп жатса, ол ойнап жүрген жоқ қой, келіп осында біздің жолымыз салайын деп жатыр ғой. Егерде олардың талабына сай жұмыс істей алатын болса, неге жергілікті мамандарды тартпасқа? Тартамыз. Мына өздеріңіз білесіз, Омск Майқапшағай жолының Қалбатау Майқапшағайын салған кезде жергілікті жерде Қазапты жол қанша адам тартылды, айтыңызшы, жергілікті халықтан? Қанша халық тартылды? 200-ге жуық. 200-ге жуық адам сөзі жұмыс жасады. Сол сияқты ертең ғана құрылысшылардың барлығын бізде, олардың мамандары ғана Қытайлар болады да негізгі жасайтындар. Ал енді қарапайым сол дипломы жоқ, сол қара жұмыс жасайтын жергілікті халық тартамыз, не істейміз басқа. Егер диплом болса, оны тартайық. Одан жалпы мына осы мәселені халықты адастырып Қытайға қарсы қоюға болмайды. Мұна енді бүкіл әлемде бар Қытай деген, не только біздің Аягөзде. Қытай қай мемлекетті де алу үшін мына билік басында отырған біздің парақор, бәлеқор, жалақор, жаңағы прокурорымыз бар, сотымыз бар, ұлттық қауіпсіздік комитетіміз бар, жаңағы мынау әкімдеріміз бар, министрлеріміз бар, үкімет басшыларымыздың барлығын дерлік ақшаға жығып отқанымыз көріп отырмыз. Ащы да болса бұл шындық. Қытайда ақша бар. Қытайдан қорықпау керек. Қытай ол кеп осы жерде кеп, ондай болса қорықсаң, онда Қытай осы жерді тастап көшіп кетеді айға или Марсқа. Сол себепті Қытаймен олардың келіп жатыр, олар көмектесемін деп жатыр. Ал қаншама жыл саламыз едік өзіміздің осы темір жолды. Ешкім салмай қойды ғой. Айланып кеп Қытайға салдырайын деп жатырмыз. Қайта сол Қытайларға көмектесіңіздер сіздер. Оны ұрып соғып кеше өткенде TikTokта жүргендена келіп ана ертең қамалдан екеуі. Білесіздер. Солай болды ғой, қамалды ғой. Ертең сотталады олар. Не деп сөйлеп отырсың, неге қазақша сөйлемейсің деп Қытайға тиісіп отыр, заңсыз. Сол себепті мына жерде ол келді, жұмыс жасауға келді. Ол қайда тұрады енді ол? Қонақ үйде тұрмағанда. Үйіңізге кіргізесіз бе? Ол заңды сол қонақ үйдің иесіне ақшасын төлеп тұрып жатыр. Оның бар ақша. Ақша оның бар, тегін тұрмайды ғой. Ертең осы 2 жыл бойы темір жол салынады, осының жолдың бойында сол Қытайдан басқа да адамдар келеді, оның бар қаржы, ол бәрі біздің облысымыздың экономикасына құйылған қаржы. Ол ертең сізбен біздің еңбек ақымыз болмаса осы инвестиция, ертең оларды біз тартуымыз керек. Қайта президентпен Си Цзиньпинге рахмет, осы екі елдің арасындағы барыс келісті визасыз режим жасады. Қытайға барып, сауда жасаңыз. Қытайдың туристері осында келіп жатыр. Үйіңіздің қасынан соларға қызмет көрсететін орын ашыңыз. Қой бағыңыз, қойын өткізіңіз, ет жейді олардың барлығы. Ана мақаншы, Алакөл асырап тұр ғой, қаншама Қытай келді турист. Қытайдан қорықпаңыздар. Қытай келіп, осында қалып қойып жатқан жоқ қой, ол келіп осында жұмыс жасап жатыр ғой. Осыны халыққа түсіндіру керек. Қайта келіп біздің Аягөздің ортасында жоқ Қытай деген не әңгіме ол? Өзіңіз
барасыз ғой, Қытайға, шетелге барасыз. Өзінің отанына, еліне опасыздық қылған мына біздің билік басында қазіргі Қытайдың ақшасына, Қытайдың долларына, Қытайдың жаңағы қызыл юанына сатып отқан билік басындағылар ертең мынау жаңағы әрқалай мынау саясаткерлер арасында сөздер жүріп жатқанын біз көріп отырмыз. Мынау Қытай Ресей сияқты кешегі совет өкіметін орнатпақшы, соның астына, соның қолтығына кіргізбекші, мынау Орта Азия елдерін бір жаңа белбеу, бір жол, бір белбеу деген бекерге шығарған жоқ деген сияқты әңгімелер болып жатыр. Егер біз осы Қытайдың қолының астына баяғы совет өкіметіне кіретіндей болсақ, мына билік басында кешегі ақшаға сатылған, өзінің отанына опасыздық қылғандардың барлығының өлім күтіп тұр.